Бүгінгі шығарылымыз тәуелсіз Қазақстанның тәуелсіздік алаңы жайлы және де тәуелсіздік сарайы жайлы болмақшы. Ендеше тәуелсіз Қазақстанның тәуелсіз тұрғындары тәуелсіз бағдарламаны тамашалауға асығыңыздар. Астананы жағалайық жобасы кеттік. Менің артымда тұрған тәуелсіз Қазақстанның басты нышаны болып саналатын Қазақ елі монументі байқап тұрғандарыңыздай, ол ақ түсті бағанадан жасалған. Ал бұл монументтің ең жоғарысында тәуелсіз құс самұрықтың бейнесі алтын түсте бейнеленген. Қазақ елі монументі 4 барельефтен тұрады. Ең алдыңғы барельеф халық және президент деп аталады. Ал монументтің оң жағындағы екінші барельеф қаһармандық деп аталады. Ал батыс жақ бетте орналасқан барельеф жасампаздық деп аталады. Және де соңғы барельеф болашақ деп аталады. Тәуелсіздік алаңының бойында Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайы, бейбітшілік және келісім сарайы, Хазірет Сұлтан мешіті, Шабыт өнер университеті және де тәуелсіздік сарайы орналасқан. Және де айта кететін жайт, бұл тәуелсіздік сарайында көптеген елге маңызы бар республикалық деңгейдегі бүкіл Қазақстан тамашалаған көптеген іс-шаралар, республикалық деңгейдегі ұлттық парадтар өткен болады. Тәуелсіздік сарайының бірінші қабатында үлкен конгресс залы, рәсімдеу залы, пресс орталық және де үлкен кең мейрамхана орналасқан. Бұл залда маңыздылығы жоғары съездер мен талай кездесулер өткен. Байқап тұрсаңыздар, дәл қазір алдағы болатын іс-шараға үлкен осындай жоғары дәрежелі дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Достар, дәл мен жүрген жермен, осы мына жермен Ангела Меркель жүріп өткен. Сезіп тұр. Көрдіңіздер ғой? Шығып кетті мағанда. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Елордамыздың төрінде басты орында алып жатқан тәуелсіздік сарайы 2008 жылы 15 желтоқсан күні президенттің қатысуымен салтанатты түрде ашылуы өткен болатын. Жалпы тәуелсіздік сарайы 3 қабаттан тұрады. Оның бірінші қабатында конгресс зал орналасқан, екінші қабатта заманауи сурет галереясы және үшінші қабатта Астана қаласының бас жоспары Астана 2030. Қазір мына жаққа өтейік. Алдарыңыздағы сурет қазақ суретшісі Ағымсалы Дүзелхановтың «Тұңғыш президент» атты жұмысы. Суреттің ортасында біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бейнеленген. Оның артында Астана қаласының басты сәулет ғимараттары
Оң жақ және сол жақ жоғарғы бұрышта қазақ хандары мен батырларын көре аламыз. Ал суреттің төменгі жағында қазіргі таңда еліміздің дамуына жұмыс жасап жатқан халқымызды көре аламыз. Яғни бұл сурет біздің ата-бабаларымыз қазіргі Қазақстанға өз батасын беріп, болашаққа жол көрсетіп жатқанын көре аламыз. Тәуелсіздік сарайының конгресс залы Қазақстан бойынша ең үлкен залдардың бірі болып табылады. Оның көлемі шамамен 5000 шаршы метрді құрайды және сыйымдылығы 3000 адамнан асады. Залымыздың ерекшелігі оның жылжымалы қабырғалары. Бұл қабырғалар залымызды 2-ге немесе 4 бірдей бөлікке бөліп, дыбыс өткізбей және бір уақытта бірнеше іс-шара өткізе аламыз. Және тағы бір ерекшелігі, залдың биіктігі, төбесінің биіктігі 14 метрді құрайды және бұл биіктік ешбір тіреуішсіз тұрғанын ескерте етуге болады. Біздің залымыздың төрінде 2010 жылы ОБСЕ саммиті, 2011-15 жылдары Қазақстан Республикасы президентінің ұлықтау рәсімдері, 2 рет Шанхай ынтымақтастық ұйымының жиналыстары, сонымен қатар Еуразиялық және экономикалық конференциялар өткен болатын. Алдарыңыздағы сурет қазақ суретшісі Жұмақан Қайрамбаевтың жұмысы Абылай хан деп аталынады. Суреттің ортасында бейнеленген Абылай ханның өзі. Ол 18 ғасырда өмір сүріп, қазақ халқын бірге біріктіріп, ұлы қолбасшы және данагөй елбасы болған адам. Оның артында бейнеленген ғимарат бұл Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі оңтүстік Қазақстан, Түркістан қаласында орналасқан. Қожа Ахмет Яссауи ұлы ғұлама адам, дін таратушы адам және Арыстан Бабтың шәкірті болған адам. Тәуелсіздік сарайының оң жақ қанатында салтанатты мейрамхана орналасқан. Бұл мейрамхана 675 кісілік. Тәуелсіздік сарайының салтанатты мейрамханасында конференциялардан кейінгі келген қонақтарға арналып салтанатты жиындар, яғни қабылдаулар өткізіліп отырады. Ал сарайдың екінші қабатында осындай қолөнер және этнография, археология және антропология галереясы орналасқан. Суреттерді қараңыздаршы. Сарайының екінші қабатында заманауи сурет галереясы орналасқан. Бұл галереяға кіру тегін. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының суреттері, сонымен қатар жас суретшілер одағының жұмыстары көрсетілген. Және де Қазақстан Республикасының танымал суретшісі Амандос Сақанаевтың жеке сурет көрмесі және Қайрат Жайырбектің жеке көрмесі өткізіліп жатыр. Үшінші қабатқа эскалатормен көтеріле салып, осындай арнайы кофе брейкке немесе өзіңіз кофе ішуге келуге болатын арнайы кафетерий орналасқан. Алдарыңыздағы сурет орыс суретшісі Фарид Багдаловтың жұмысы. Қазақстан Республикасы президентінің ұлықтау рәсімі деп аталынады. Бұл ұлықтау рәсімі 2006 жылы Ақорда резиденциясында өткен болатын. 70 мемлекеттен астам ел өкілдері қатысты. Бірақ бұл сурет тек суретшінің қиялы ғана болып табылады. Себебі суретте бейнеленген тұлғалардың барлығы қатысқаны туралы толық мағлұмат берілмеген.
сарайының 3-ші қабатында орналасқан 4-ді кинотеатрдың ішінде отырмыз. Бұл жерде 8 минуттық арнайы жасақталған, дайындалған киноны тамашалауға болады. Және де бір ерекшелігі, бұл кинотеатрда попкорн жеп, кола ішіп отыруға болмайды. Өйткені сіз попкорннан бұрын, сіздің жеп отқан попкорныңыздан бұрын кино ертерек таусылып қалады. Ғимараттың 3-ші қабатында Астана қаласының 2030 жылға дейінгі көрінісі бейнеленген, көрсетілген ең үлкен макет орналасқан. Ана макетке қарап тұрсаң, 2030 жылы Астана Нью-Йорк сияқты болады деген ғой кәдімгідей. Нью-Йорктан да үлкен болатын сияқты. Астананың өзінде 18 миллион адам тұратын сияқты ғой. Үйлердің көбін қарсы. Қанша саябақ, қандай әлем. Алдарыңызда Астана қаласының бас жоспары Астана 2030. Макеттің өлшемі 1-ден 600-ге. Бұл 2007 жылы Оңтүстік Кореяның Model Park компаниясымен жасалынған болатын. Астана қаласының өлшемі 800 мың шаршы метрді құрайды, ал сыйымдылығы 1 миллионнан асады. 1994 жылы елбасымыз елордамызда Алматы қаласынан Ақмола қаласына көшіру жөнінде қаулы қабылдағаннан кейін 1998 жылы елорданың бас жоспарын дайындау жөніндегі халықаралық жарыс ұйымдастырылады. Бұл жарыстың жеңімпазы болып жапондық архитектор Кишо Куракава танылады. Оның ерекшелігі, яғни қазіргі Астана табиғатпен тығыз байланыста болады деп жоспарлаған болатын. Әлемнің барлық астаналары сияқты біздің елордамызда өзеннің бойында орналасқан. Бұл Есіл өзені елордамызды екіге бөліп өтеді. Бізден арғы жатқаны бұл оң жағалау, және бізге жақыны бұл сол жағалау. Және әкімшілік ғимараттардың көбі осы сол жағалауда орналасқан. Астана қаласының символы болып, біз Бәйтерек монументін атап өтеміз. Бәйтерек 2002 жылы салынып, биіктігі 105 метрді құрайды, ал 97 метр биіктікте президенттің оң алақан бедерлемесі, яғни аялы алақан композициясы орналасқан. Бәйтеректің архитекторы Ақмырза Рүстембеков болып табылады. Бәйтеректен оң жаққа қарай жылжитын болсақ, Есіл өзенінің бойында Ақорда резиденциясы бой көтерген. Ақорда резиденциясы 2004 жылы ашылып, биіктігі 84 метрді құрайды. Жалпы 5 қабаттан тұрады. Архитекторлары ағайынды Тортаевтылар болып табылады. Ақордаға қарама-қарсы Доға тәріздес ғимарат бұл министрліктер үйі. Ұзындығы 1,5 километрге дейін жетеді. Кейін парламент, үкімет үйі, жоғарғы сот және орталық концерт залы Қазақстан орналасқан. Бұл концерт залдың архитекторы итальяндық архитектор Манфреди Николетти болып табылады. Сыйымдылығы 3500 адамға дейін жетеді. Астана қаласының басты көшелерінің бірі деп біз Қабанбай Батыр даңғылын атап өтеміз. Бұл көшенің бойында бізде басты ауруханалар орналасқан, яғни ана мен бала орталығы, диагностикалық, кардио және нейрохирургиялық орталықтар. Тағы да бұл көшенің бойында 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарын өткізуге арналып 3 спорт кешенін көре аламыз. Яғни велотрек Сарыарқа, футбол стадионы Астана Арена. Бұл стадионның ерекшелігі оның ашылып жабылатын төбесі және сыйымдылығы 30 мың адам. Және 3-ші стадион бұл мұз айдыны алау болып табылады. Бұл көшемен жүре беретін болсақ, біз Назарбаев университетін көре аламыз. Назарбаев университетіне қарама-қарсы территорияда 2017 жылы өткен Экспо 2017 халықаралық көрмесін тамашалауға болады. Келесі елордамыздың басты көшелерінің бірі деп біз Тәуелсіздік даңғылын атап өтеміз. Бұл көшенің бойында бізде ұлттық мұражай орналасқан. Ұлттық мұражай 2014 жылы ашылған болатын. Қазіргі таңда бұл Қазақстан бойынша ең жас және ең ірі мұражайлардың бірі болып табылады. Одан кейінгі біздің Тәуелсіздік сарайы, келесі ғимарат Ұлттық өнер академиясы Шабыт, және келесі ғимарат Хазірет Сұлтан мешіті. Хазірет Сұлтан мешіті 2012 жылы ашылған болатын.
Жалпы Орта Азияда көлемі бойынша екінші орынды алуда, сыйымдылығы 10 000 адамға дейін жетеді. Хазірет Сұлтан есімі Ұлы Сұлтан деп аударылып, Қожа Ахмет Яссауи есіміне арналып қойылған болады. Сонымен қатар елорданың дамуына шетелдік архитекторлар, сәулетшілер де өз үлесін қосқан болатын. Соның бірі британдық архитектор Норман Фостер болып табылады. Оның ең бірінші жобасы бұл бейбітшілік пен келісім сарайы, яғни халық аузында пирамида деп атайды. Пирамида 2006 жылы салынып, 8 қабаттан тұрады. Норман Фостердің екінші жобасы болып, біз Хан Шатыр сауда ойын орталығын атап өтеміз. Хан Шатыр 2010 жылы салынып, биіктігі 150 метрді құрайды. Хан Шатыр әлем бойынша ең үлкен шатырлардың бірі болып, Гиннес рекордтары кітабына енгізілген. Және Норман Фостердің үшінші жобасы деп біз Абу-Даби Плаза кешенін атап өтеміз. Қазіргі таңда бұл құрылыс үстінде, бірақ болашақта Орта Азияда ең биік ғимараттардың бірі болады. Биіктігі 350 метрге дейін жетіп, 78 қабаттан тұрады болады. Бұның қатарына тұрғын үйлер, пәтерлер, кеңселер, спорт кешендері, сауда ойын орталықтары орын алады. Хан Шатыр, Бәйтерек, Ақорда, пирамида және біздің тәуелсіздік сарайы барлығы бір жолдың бойында орналасқан. Бұл жолды біз 1000 жылдық аллеясы деп атаймыз. Болашақта бұл оң жаққа қарай 20 километрге дейін созылатын болады. Аңсап жеткен тәуелсіздігімізді қадірлейік достар. Біздің еліміз, біздің мақтанышымыз. Сіздермен бірге болған мен Шыңғыс Қожабек, бұл Астананы жағалайық жобасы. Бізбен бірге болыңыздар.